Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын, біз тікелей эфирдеміз. Бүгінгі негізгі мәселе өздеріңізге жақсы аян, Қытайдың экспансиясына байланысты. Қытайдың Қазақстанда 56 зауытын салуына байланысты және осыған байланысты наразылық түрінде өтетін митинг туралы болады. Осы эфирді бастамастан бұрын сіздерден сұрайтынымыз, мына біздің Фейсбуктағы, Инстаграмдағы, Ютубтағы парақшаларымызға барынша жазылыңыздар, қолдауларыңызды көрсетіңіздер, өздеріңіздің ойларыңызды жазыңыздар. Мына эфирді бастамастан бұрын қоғамдық пікірді білу үшін сіздерге сұрақ қойғым келеді. Пікір ретінде жауап қалдырыңыздар. Қытайдың 56 зауытын Қазақстанға салуды қолдайсыз ба? Қытайдан жаппай қарыз алуды, үсті-үстіне қарыз ақша алуды қолдайсыз ба? Осыған қатысты сіздің пікіріңіз. Соны осы тікелей эфирдің астындағы комментарийларға жазуыңызды сұраймын. Мына билікті білуі керек, қоғамда көруі керек, жалпы ел осыған қатысты қандай пікір қалдырады, соны білуіміз тиіс. Сондықтан осыған пікір жазуды ұмытпаңыздар деп сұрағым келеді. Біз кеше ғана Алматы қалалық әкімшілігіне барып, 27 наурыз күні сағат 12-де Алматыдағы Шоқан Уәлиханов атындағы алаңда митинг өткізетініміз туралы ескерту хатымызды тапсырдық. Осыған дейін Тоқаев не деді? Ескерту хатты тапсырыңыздар, ешкім конституциялық құқықтарын азаматтардың шектемейді, митинг өткізуге мүмкіндік бар деді. Міне соны сынап көреміз. Біз кеше арнайы барып тапсырдық, хатты жаздық. Біз өзіміз шешеміз. Ол жаңағы Шоқан Уәлиханов алаңына шығамыз ба, басқа алаңға шығамыз ба, оны біз әр кезеңде өзіміз шешім қабылдап отырамыз. Өткенде біз Балуан Шолақтың алдына шықтық, осы жолы Шоқан Уәлиханов атындағы алаңға шығуды дұрыс деп есептеп отырмыз. Өйткені мына ескерту хатты тапсырдық, енді ешкім, полиция қызметкерлері митингке шыққан адамдарды қоршауға құқығы жоқ, ешқандай қудалау көрсетуге қақысы жоқ, сондықтан адамдар еркін жиналуына, еркін бас қосуына мүмкіндік бар. Әрбір азаматтар, мына сарапшылар да келеді, Қытай танушылар да келеді, басқа да азаматтар да келеді, туған туысқандары Қытайда зомлық көріп отырған азаматтар келеді. Солар барлығы жиналып, алаңда кәдімгі ашық түрде митингіде өздерінің пікірін, өздерінің көзқарасын, өздерінің позициясын ашық, анық білдіруге қақысы болады. Және тікелей эфирде осының барлығы таратылады. Сондықтан біз арнайы 27 наурыз күні сағат 12-де Алматыдағы Шоқан Уәлиханов атындағы алаңда митинг өткізетіміз туралы ресми түрде ескерту хатты тапсырдық. Бізге жұма күні жауап берілуі тиіс осы хатқа байланысты. Біз қандай талаптарды қоятынымызды жақсы білесіздер. Ол Қытайдың экспансиясына қарсы. Бүгін ғана Америка Құрама Штаттарында арнайы үлкен қор есеп шығарды. Сол есепте Қытай Шыңжаңда мұсылмандарға қарсы геноцидтік саясатын тоқтатпай отыр, геноцидтік саясатын жалғастырып отыр деп қорытынды шығарған екен. Қазіргі американдық президент Джо Байденнің әкімшілігі мына бұрынғы Дональд Трамптың мемлекеттік хатшысы Майк Помпео және оның Трамптың әкімшілігі берген Қытайда болып жатқан оқиғалар геноцид деп атауды біз өзгерте алмаймыз деп сондай ұстанымға келіп отыр. Яғни Қытай Шыңжаңда геноцидтік саясат жүргізіп отыр дегенді ашық мәлімдеді. Ол геноцидтік саясат әрине сол жақтағы негізінен халқының саны басым ұйғырларға қарсы жасалып жатыр, бірақ Қытайдың аумағында 1,5 миллионға тарта қазақтың, өзіміздің қандастарымыз, қарагөздеріміз тұрып жатқанын ұмытпайық. Кеше ғана BBC-дің фильмінде барлық мәліметтер көрсетілді. Қытайдың осы қайтадан тәрбиелеу лагерлері дейді, сол лагерлерде мына жатқан, сол жерде тұтқында жатқан әйелдерді зорлайды екен, сатады екен, қорлайды екен. Міне осы қорлықтың барлығын, осы зорлықтың барлығын біздің қазақтың қыздары да, қазақтың қандастарымыз да сол жерде көріп жатыр. Осы Қытайдың тепкісінде тұрып жатыр. 1,5 миллионға тарта қазақтың азаматы. Міне осындай жағдай, егер мына Қазақстанды Қытай жұтып қоятын болса, экономикалық жағынан, демографиялық жағынан, саяси тұрғыдан бізде де сондай жағдай орын алады. Бізде де сондай қудалаулар орын алады. Африканы қараңыздар. 2011 жылы осы Африкада мына бір қатар мемлекеттерінде жұмысшылар наразылыққа шығып, осы Қытайдағы жұмыс берушілерге өздерінің қарсылықтарын білдірді, наразылықтарын білдірді. Атып тастады. Сол кәдімгі зауыттың басшылары африкандық жұмысшыларды атып тастады. Біреу қыңқ деген жоқ, біреу қарсы қалған жоқ. Одан кейін Қытайда болып жатқан мына
ұлтшылдық, нәсілшілдік деген асқынып тұр. Былтыр пандемия тұсында осы наурыз сәуір айларында Қытайда үлкен дау-дамай болды. Африкандық мемлекеттермен қатысты. Өйткенде Африканың азаматтары әртүрлі, Кенияның азаматтары, Оңтүстік Африка Республикасының азаматтары, Замбия, басқалары Қытайдың аумағында қалып қойды да өздерінің елдеріне шыға алмай қалды. Сол кезде Қытайда жаңағы африкандық азаматтарға не оларға қонақ үй жалдамай қойған, не тамақ пісіретін орындарда, асханаларда азық-түлік тамақ сатпай қойған, дүкендерінде азық-түлік сатпай қойған, соларды тепкіге ұшыратқан, ұрған, соққан үлкен дау-дамай болды. Африканың басшылары, мемлекеттерінің басшылары, сыртқы істер министрлері Қытайға ресми түрде шығып шағым айтқаннан кейін ғана біршама тоқтады. Бірақ көріп отырсыздар ғой, осындай жағдайды мына Африканы Қытай қазір өзінің бір қол астындағы отар мемлекет сияқты көреді. Өздерінің қол астындағы бір ел сияқты көреді. Не істесе де өздері біледі. Керек па әуежайларын тартып алады. Мемлекеттік телеарналар қол астында, инфрақұрылымдық жобалар барлығы қол астында. Қытай қазір толыққанды Африканы қара құрлықты өздері билеп, өздері төстеп, ойларына келген жасап отыр. Ал енді Қазақстанға 20-дан астам миллиард доллар инвестиция құямыз деп отыр. Ертең бұл инвестиция бостан босқа қазақтың жеріне келмейді. Бостан басқа бұл қаражат біздің экономикамызға құйылмайды. Оның өтеуі болу керек. Ал оны немен өтейміз біз? Мұнайымыздың барлығын Қытайға беріп қойды. 40%-дан астамы қазақтың мұнайы Қытайдың қолында. Яғни Қытайдың компаниялары біздің қара алтынды өздері өндіріп, өздері қызығын көріп, өздері пайдасын тауып жатыр. Біздің Қазақстанның мұнайы, Қазақстанның қара алтыны дегенімен негізгі оның иесі, қожасы қазір Қытайлар болып отыр. Қытайлардың компаниялары болып отыр. Ал енді немен өтейміз ертең? Ертең жермен өтейміз. Ертең мына экономикалық тәуелсіздігімізді құрбандыққа шаламыз. Саяси ықпалы артады Қытайдың. Ақпарат құралдарындағы ықпалы артады. Сондықтан біз ертең осылай жалғаса беретін болса, мына миллиардтаған доллар шексіз, шетсіз Қытайдан Қазақстанға келе беретін болса, Қазақстанды осылай экономикалық жағынан өздерінің уысына түсіре беретін болса, біз де тәуелсіздігімізден айырылған мемлекетке айналамыз. Жай ғана аты бар, заты жоқ мемлекетке айналамыз. Сондықтан ең үлкен қатер, ең үлкен қауіп дәл осы Қытайдан. Біз Қытайға қарсы соғыс ашу керек, Қытайды барып қырып салу керек деген сынды бір даңғой сөздерді айтып отқан жоқпыз. Ол біздің көрші, амал жоқ. Біз мына мемлекетімізді, Қазақстанды шабаданға салып, Еуропаның қақ ортасына апарып орната алмаймыз. Бір жағымызда Қытай тұр, бір жағымызда Ресей тұр. Біздің айтып отырғанымыз, Қытаймен қарым-қатынас орнататын болсақ, тепе-тең жағдайда болу керек. Қытайға қарызға батуға болмайды. Қытайды экономикамызға жаппай кіргізуге болмайды. Мына зауыттарын оңды-солды салдыруға, ешбір түсініксіз шарттармен олардан қарыз алуға, несие алуға, олардың қарыз құлдығына түсуге болмайды. Біз алды-артымызды ойлауымыз керек. Миллиардтан астам халқы бар Қытай, және мұны жерде ұлан байтақ жері бар, бірақ небәрі 19 миллион халқы бар Қазақстан. Ертең біздің жұтылып кетуіміз өте оңай. Өте оңай. Сондықтан бізде қазір қауіп төндіретін мәселелер өте көп. Ертең мына 56 зауыттың артында ол Қытайдың қаражаты тұрады деген сөз, Қытайдың жұмысшылары тұрады деген сөз, Қытайдың мүддесі тұрады деген сөз. 56 зауытты олар жайдан жай апарып келіп тұрғыза салмайды. Ол зауыттың айналасында жері болады. Ол зауыттың қоқыстарын тастайтын жерлері болады. Яғни бір зауыттың өзі қаншама гектар жерді алып тұрады. 56 зауыт бүкіл Қазақстанды шарпитын болса, бүкіл Қазақстанның аумағына салынатын болса, ол мыңдаған гектар жер, тіпті 10 мыңдаған гектар жер Қытайдың меншігіне, Қытайдың еншісіне беріледі деген сөз. Сондықтан оған Қазақстанның барлық жұмысшылары орналастырмайды, оған міндетті түрде Қытайдың жұмысшылары келеді. Міндетті түрде Қытайдың инженерлері келеді. Анау Африкада жатқан қара құрлықтың өзіне Қытай 1 миллионнан астам жұмысшыларын апарған екен. Қара жұмысшыларының өзі африкандықтарды алмай Қытайларды алып отыр. Сондықтан Қазақстанға да міндетті түрде 10 мыңдаған, 100 мыңдаған Қытайлар келуі әбден ықтимал осы зауыттың артында. Сондықтан бұл тек қана байбалам салу, тек қана дабыра сөз қылу емес, бұның артында үлкен қауіп қатер жатыр. Бұның артында үлкен қауіп жатыр. Бұл тәуелсіздігімізге төніп тұрған қатер болып тұр. Сондықтан ағайын, біз мына Назарбаевтың билігі бүкіл қазақтың байлығын талан-таражға салып,
бүкіл байлығымызды тонап, ұрлап, Европаға, Батыс Европаға, Америка құрама штаттарына аударып жатқан кезде үн-түнсіз отырдық. Біз мына жерімізді саудаға салып жатқан кезде тағы да үн-түнсіз отырдық. Енді қараңыздар, мына билік ойына келген нәрселердің барлығын жасап жатыр. Барлығына көз жұмып қарап отырмыз. Барлығына үн-түнсіз отырмыз. Мыңдаған адам, 10 мыңдаған адам көшеге шығып жатқан жоқ. Бірақ қазір сіздің жеке өзіңіздің болмысыңызға, мына елдігімізге, тәуелсіздігімізге қатер төніп тұр. Қарақтай қаптайтын болса, біз тәуелсіздігімізден айырыламыз, ағайын. Қарақтай қаптайтын болса, біз мына қазақтығымыздан, ұлттық түр сипатымыздан, болмысымыздан барлығынан айырыламыз. Қытайланудың алдында тұрмыз. Енді өздеріңіз кеше көріп отырсыздар, қандай жағдай орын алып отырған. Қандай жағдай? Мысалы, Тибеттің өзі кім ойлады осындай геноцидтік жағдай ол жақта да орын алып отыр. Шыңжаңда геноцидтік жағдай орын алып отыр. Бірте-бірте Қытай өзінің мына жұдырығын айналасындағы мемлекеттердің барлығына көрсетіп отыр. Қарап отырсаңыз, бірде-бір мемлекет жоқ Қытаймен тату-тәтті өмір сүріп отқан. Қараңыздар, ана Шығыс Азиядағы жағдайды қараңыздар. Сондықтан үлкен қауіп тұр алдымызда. Енді осы жағдайда алаңға шықпасақ, осы жағдайда біз өзіміздің наразылығымызды білдірмесек, осы жағдайда да біз үнсіз қалатын болсақ, онда біз ұлт ретінде жойыламыз. Онда түгіміз де қалмайды біздің. Тәуелсіздігіміз де қалмайды. Ұлттық болмысымыз да қалмайды. Ұлттық түр сипатымыз да қалмайды. Мемлекетіміз де қалмайды. Жеріміз де қалмайды. Онда тентіреп, босып, айдалада қаламыз. Мына қазіргі билікке бұлар қарап отырсаңыз, түр сипаттары аты қазақ болғанымен, олардың жандары, олардың заты қазаққа қарсы жұмыс жасап отыр. Олардың барлығы мына билікте отырғандарға сенудің керек жоқ. Билікте отырғандардың барлығы болашақтарын, бала-шағасының болашағын Қазақстанмен байланыстырмайды. Олар Қытайға да сатады қазақтың жерін, басқаға да сатады, саудаға салады керек болса. Олар өздерінің болашақтарын Батыс Еуропамен байланыстырады, Біріккен Араб Әмірліктерімен байланыстырады, Америка құрама штаттарымен байланыстырады. Өздері қай жерде жайлы өмір сүреді, сонымен байланыстырады. Ал мына миллиондаған халық осы Қазақстанда қалады. Миллиондаған халық осы Қытайдың темір құрсауында қалып қою мүмкін. Ол қазір осылай көріну мүмкін. Ол енді экономикалық байланыс қой. Ол жалпылама бір енді қатынас орнатып жатырмыз қой, дұрыс қой деп қазір айтуы мүмкін. Бірақ бұл экономикалық байланыстың артында үлкен саяси амбиция жатыр. Қытайдың үлкен саяси амбициясы жатыр. Африканы отарлап тастады бүкіл қара құрлықты. Енді Қазақстанды отарлап тастау, Қазақстанды өздерінің шеңгеліне алу Қытайға түк те тұрмайды. Сондықтан үйде отыру жетеді енді. Үнсіз отыру жетеді енді. Ас үйде отырып бір-бірімізді сынау, ас үйде отырып билікке қарсы күңкілдеу жетеді. Міне 27 наурыз күні заңды түрде митингке біз арыз тапсырдық. Заңды түрде біз митингке шыққалы отырмыз. Қазақстанның басқа қалаларында да азаматтар шыққалы отыр. Бүгін Макс Боқаевпен де хабарластық. Атырау қаласы 27 наурыз күні алаңға шығады Қытай экспансиясына қарсы. Тараз қаласында біз тапсырамыз арыздарымызды. Семейде тапсырамыз, Шымкентте тапсырамыз, Қазақстанның бүкіл қалаларында, Астанада тапсырамыз, Қарағандыда тапсырамыз. Енді қашанғы үнсіз түнсіз әлеуметтік желілерде бір-бірімізді сынап, анау жақсы, жоқ мынау жаман, ананың маған түр келбеті ұнамайды, жоқ мынаның түр келбеті ұнайды деп қашан күңкіл сөзден айырылмай отырамыз. Осылай біз күңкілдеп отырғанда елдігімізден де, жерімізден де, тәуелсіздігімізден де айырылып қаламыз. Бұл митингті Демократиялық партиямен Бәсе каналы ұйымдастырып жатыр. Айдос Садықов деген патриот азамат бар Украинада. Ұйымдастырып жатырмыз, шақырып жатырмыз. Бірақ бұл халықтың митингісі. Бұл осы қазағым деген, ұлтым деген, жерім деген, отаным деген әрбір азаматтың митингісі. Осыған шығыңыздар енді. Осыған шығып өзіміздің сөзімізді айтайық, қарсылығымызды білдірейік, наразылығымызды танытайық. Мына билікке айтайық, қазақтың жерін, қазақтың тәуелсіздігін, қазақтың мемлекеттілігін Қытайға сатпаңдар. Қытайға сатуға қарсымыз. Біз қорғаймыз мына жерімізді деп көрсетейік бар екенімізді. Тіпті үн-түнсіз сөйлемесек те сол күні алаңға келіңіздер. Сенбі күні бір күн жұмыстың барлығын сырып, бір күн шаруаның барлығын сырып,
ас, той, жиын барлығын ысырып тастап 2 сағатқа 3 сағатқа сол жерде алаңға келуге болады. Ертең мына ұрпақтарыңыз, бала шағаларыңыз, немерелеріңіз ер жеткен кезде Құдайым өзі сақтасын, мына Қытай, қара Қытай қаптап Қазақстанды бір провинциясына айналдырып алған жағдайда Құдайым өзі одан сақтасын, біз сондай болмасын деп күресіп отырмыз. Сол кезде бала шағамызға, немерелерімізге не деп айтамыз? Мен сол кезде митингке шықпап едім. Мен сол кезде анаған сенбеп едім. Мен сол кезде мынаған сенбеп едім. Ол кезде анау туралы анау мынаны айтып еді. Сондықтан шықпап едім. Қап әттең деп отырамыз ба? Жоқ, әлде біз тәуелсіздігімізді сақтап, мемлекеттігімізді қорғап, елдігімізді сақтап, міне, елдігімізді қорғадық, мемлекеттілігімізді қолдадық, бала шағамызға, немерелерімізге міне тәуелсіз, мықты, дербес мемлекетті сендерге табыстап отырмыз. Ары қарай гүлдендіріңдер, ары қарай дамытыңдар деп аманат етіп тастаймыз ба? Меніңше, сол аманат етіп қалдырғанымыз, елдігімізді, тәуелсіздігімізді сақтағанымыз әлдеқайда дұрыс болады, құнды болады. Ол үшін бір қазір қолға қару алып, соғысудың керегі жоқ. Не болмаса, өз-өзін бір жаңағы басқадай бір қорлық көрсетудің керегі жоқ ешкімге. Бір ғана нәрсе, бейбіт түрде, заңды түрде өткелі жатқан митингке келу. Енді осыған келмесе, азаматтар, онда біз елдігімізден міндетті түрде айырылып қаламыз. Сондықтан ағайын, барлығымыз бас қосайық. 27 наурыз күні сағат 12-де Алматыдағы Шоқан Уәлиханов атындағы алаңға келіңіздер. Тәуелсіздігімізді, жерімізді мына Қытайдың экспансиясынан қорғайық. Өзіміздің сөзімізді айтайық. Ана Қытайда зардап шегіп отырған 1,5 миллион қазаққа қорған болатынымызды жеткізейік. Қытайдың билігі де көрсін. Міне, қазақ бас көтеріп жатыр. Қазақ атқа қонып жатыр. Тоқтатайық мына экспансияны. Кішкене бәсеңдетейік, жұмысшыларымыз жібермейік деп осындай ойға қалады. Билік те аяқ тартады. Билік те осы зауыттарды ертең айтады Қытайға барып. Көрдіңіздер ме, халық шығып кететін түрі бар, халық жаппай митингілерге баратын түрі бар, біздің билігіміз шайқалып кететін түрі бар. Сондықтан салмай қойық, тоқтатайық. Ешқандай біз Қытайларды кіргізе алмаймыз, визасыз жүйені енгізе алмаймыз деп ертең Пекинге барып, Бейжіңге барып сөйтіп айтуға мәжбүр болады. Біз мәжбүрлеуіміз керек. Ал енді барлығымыз үн-түнсіз тек қана ас үйлерде қарсылығымызды білдіріп, күңкілдеп отыра берсек, ешқандай нәтиже шықпайды ағайын. Ешқандай нәтиже болмайды. Сондықтан бір ғана жол. 27 наурыз күні сағат 12-де Алматыдағы Шоқан Уәлиханов атындағы алаңға келіңіздер. Ол Шевченко көшесінің бойында, Фурманов пен Қонаевтың ортасындағы алаң. Наразылығымызды білдірейік, қарсылығымызды білдірейік, ашық сөзімізді айтайық, Қытайдың экспансиясын бірге тоқтатайық. Қытайдың 56 зауытын Қазақстанда салуға жол жоқ. Қарсымыз, наразымыз. Міне осыған қолдау білдіріңіздер.